1996 жыл. Реанимацияда жұмыс жасаймын. Реанимацияға түнгі сағат 10-11-лерде сылқиып араққа тойып алған мас орыс шал түсті. Трассадан тауып алып келіпті. Көлік қақып кеткенге ұқсайды. Сасығанда енді Құдай басқа жазбасын. Оғаз дегендей электрошокпен есін жинатпақшы болып бір-екі рет тоқ соқтырып еді, боғы шығып сасығанның көкесі болды. Шал өліп қалды. Негізі адам өлгенде 3 сағат денесі суыған соң моргке апарамыз. Сағат әлі 11. Өлген мастың денесі суығанша түнгі 2 болады. Түнгі 2-де моргке барған өте қорқынышты. Қазір адамдар әрлі-берлі жүріп жатқанда апарып тастау керек. Денесі моргте-ақ суиды. Реанимацияны сасытпай апарып тастау керек деп ойладым. Сөйттім де Гүлшетай деген қызға апарып тастайық деп өтініш білдірдім. Ұзын каталка, басында мен тартып келем. Гүлшетай итеріп келеді. Морг подвалда. Ұзын коридордың басында 12 вольттық бір лампочка, аяғында біреу. Әрен сығырайып тұрады. Тым ұзын коридордың ортасы. Қап-қараңғы. Қабырғалардағы ескі радиаторлардан жерге су тамшылап тұрады. Тамшылап цементті тесетін болған соң алюминиевый ескі тазикті тамшыға қойыпты. Қараңғы, қорқынышты моргтың коридорында тамшылар тылқ-тылқ етіп, дыбыстары адам шошытады. Гүлшетай екеуміз дірілдеп, трупты, яғни каталканы сүйреп, моргтың есігіне жақындадық. Моргтың есігіндегі ілініп тұрған замоктың өзі бір оқиға. Дәу, ауыр қара замоктың кілтін 10-15 рет боқтап бұрап әрен ашасын. Енді мына зілдей өлген орысты кіргізу үшін каталканы табалдырықтан өткізу керек. Күшеніп жүріп өттік. Енді бұл қақпасты көтеріп, ана цемент жаққа жатқызу керек. Бүгін чоты өлік көп. Шалды жатқызатын орын жоқ екен. Ондай кезде каталкамен қалдырып кете береміз. Тек пастельдерді алып кету керек. Бюджеті бар пастельді таңертең сестра хозяйка санап алады. Жоқ болса айлығынан ұстайды. Енді бірдеңе қылып, шалдың астынан простыняны суырып алып кету керек. Труптар моргте тыржалана жата береді. Ертең моргтың жұмысшысы келеді де, шлангымен, мұздай сумен, щеткамен қан іріңдерін жуып, беттерін жауып қояды. Туыстары мәйітті алып кетуге келгенде түр жасап қояды әйтеуір. Ол кезде 2-3 күнсіз мәйітті вскрытие жасамай бермеуші еді. Морг жұмысшылары таңғы 8:00-де келеді. Сол кезде каталканы алып кету керек. Смена өткіземіз. Мына шалдың аяғындағы саусағына ілінген биркісін реанимациядан дайындап жазып алып шықпай ұмытып кетіппіз. Бирка деген реанимацияда история болезньге жазып қоятын заключениесі. Причина смерти. Биркіге мәйіттің аты жөні, өлген уақыты, отделение жазылуы керек. Гүлшетайға қалтанда ручка бар ма? Десем, ол тек мыж-мыж дәптердің жарты бетін тапты. Менің қалтамда көз бояйтын қара карандаш. Ол кезде карандашты тіліне сулап аласында көзінің екі шетін сызып ап жүруші едік. Моргке кіргеннен қатты сөйлеуге. Тіпті өз даусынан қорқасын. Қатты сөйлесен, труптар оянып кететіндей бір түрлі. Моргтың иісі сұмдық. Дәл кіре берісте құлағы жоқ ескі карите тұр. Іші толған адамның аяқ, қол, саусақ, тағы да бір түсініксіз нәрселер бар. Қараудың өзі қорқынышты. Моргте істейтіндер әдейі істеп қойған ба, әлде лақтырғанда солай түскен бе? Каритенің шетінде иығынан кесілген қол жатыр. Саусақтары каритенің шетінен шығып тұр. Кіріп шыққандардың аяғынан шап беретіндей қойыпты. Гүлшетай екеуміз одан сайын қорқып дірілдеп сыбырлап қалдық. Әкел қағазды. Карандашпен түкіріктеп жаза салайын деп сыбырладым. Гүлшетайдан қағаз алып жазайын десем, түзу құрғақ жер жоқ. Каталканың шетіне қағазды қойып жазайын десем, боқ сасыған шалдың аяғынан жеркендім. Артымда бойы кішкентай кемпірдің трупы жатқан, цементтің шеті құрғақ тазалау екен. Соған қағазды қойып жаза бастадым.
Фамилия неизвестный. Отделение реанимация. Дата. Мұжылған қағазға оңайшылықпен жазылмайды екен. Әрбір сөзді жазу үшін карандашты жалап тұруың қажет. Осылай жазып жатқанда кенет артымда тыпырлаған аяқтың дыбысы естілді. Артыма жалт қарасам, Гүлжетай коридордың ортасында жүгіріп бара жатыр. Қайда күтпейсің бе деп айтуға үлгермедім. Оң жақ қапталымдағы каталкідегі тыржалаңаш шал, шашы ұйпа-тұйпа болып, каталкіден түспекші болып жатыр. Мен де атып шығып қашпақшы болдым. Аяқтарым менікі емес сияқты. Жүрмейді. Ағарған ұйпа-тұйпа, бір-біріне белте болып жабысып қалған шаштары үрпиіп, езуінен көбік аққан тыр жалаңаш орыс шал моргте каталкіден дірілдеп түсе алмай жатып, «Где я?» дегенде, мен қалай жерге отырып қалғанымды білмеймін. Өзіме қашып бара жатқан сияқтымын. Оказывается, жерге отырып алып, моргтың цемент полын тырмалай беріппін ғой. Гүлжетай жүгірген бойы бірінші этаждағы травматолог балдарға «Морг, труп» деп тұтығып, жылап әрең айтыпты. Медбраттар, врачтар түсінбесе де моргке жүгірген. Жүгіріп келсе, мен есімді шала білем. Былқ-сылқ етіп жерде отырмын. Тірілген шал тәлтіректеп моргтан коридорға шығып бара жатыр. Екі медбрат шалдың үстіне простыня жауып жетектеп кетті. Травматолог, врач пен лифтерша тетя Маша мені ана шалды салып әкелген боқ каталкіге салып алып, реанимацияға алып кетті. Мені дереу реанимацияға келіп су беріп, валидол беріп, бәрі жабылып сөйлесіп жатыр. Мен не айтарымды, не жыларымды білмей шок болып отырмын. Бір кезде туалетке барамын дедім. Туалетке қолтығымнан жетелеп медсестра кіруге көмектесті. Екі тіземде, буындарымда әл жоқ. Жүрегім біресе тоқтамай дүрсілдейді, біресе тоқтап қалғандай. Жағдайым өзіме түсініксіз. Әлсіреп қалдым. Қол жуатын раковинаның үстіндегі кішкентай айнадан әппақ қағаздай болып кеткен түрімді көріп, сонда ғана бақырып жылап жібердім. Василий деген орыс врач келіп, «Ну, наконец-то! Молодец! Поплачь, тебе было страшно. Молодец, поплачь, шопанчик!» деп менің екі иығымды уқалап жатыр. Мен еңіреп жылап отырмын. Бір сағаттан кейін маған тыныштандыратын системалар салды. Сол системаның әсерінен ұйықтап қалыппын. Оянсам таң атыпты. Реанимацияның заведующие Тұрсынай Абдыкаримовна кіріп, басымнан сипап, «Ночка сегодня далась тебе, шопанчик», деді. Осы оқиғадан кейін мені 5 күнге үйге демалысқа жіберді. Көпке дейін тыпырлап қашып бара жатқан қыздың силуэті мен каталкіден түсіп келе жатқан жалаңаш, страшный шал миымнан көпке дейін кетпей қойды. Сүйікті тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басып, подписация етіп, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.